Сәлеметсіңдер ме балалар, бірінші сынып әліппе пәні, 90-шы сабақ жіңішкелік белгісі және айыру таңбалары. Балалар, бұлар дыбыс та, әріп та емес, бұлар таңбалар. Бұлар тек сөздің айтылуына әсер етеді. Қазақтың төл сөздерінде қолданылмайды, көбіне орыс тілінен енген сөздерде кездеседі. Ал енді балалар жіңішкелік белгісі мен айыру таңбаларын ермексаздан жасап көрсетейік. Ол сендерге өте оңай әрі қызық болады. Ал енді балалар, берілген суретке назар аударайық. Мына суретте не бейнеленген? Бұл суретке қандай әңгіме құрастырсақ болады? Мысалы, Айбек спортпен шұғылданып жүр. Ол қолына гантель алып, жаттығу жасап жатыр. Айбек күнде жаттығу жасағандықтан күшті әрі шымыр болып өсіп келеді. Спорт денсаулыққа пайдалы. Балалар, гантель деген сөзде сөздің соңында жіңішкелік белгісі кездесіп тұр, иә? Гантель екі буыннан тұрады. Ал енді балалар, қарамен жазылған сөздерді буынға бөліп бірге оқып көрейік. Гантель, рельс, альпинист, коньки. Балалар, бұл берілген сөздерде сөздің ортасында және соңында жіңішкелік белгісі кездесіп тұр, иә? Келесі тапсырма түсініп оқы. Әріп емес белгі бұл, ашып, жұмбай көзді құр. Қай сөздерде бұл белгі қойылатын кезді біл. Міне былай, бұл әріп сөз болады құралып, сест. Ал енді балалар, берілген мәтінді қайталап оқиық. Әріп емес белгі бұл, ашып, жұмбай көзді құр. Қай сөздерде бұл белгі қойылатын кезді біл. Міне бұлай, бұл әріп сөз болады құралып. Сест. Өлеңнің авторы Өтепберген Ақыпбекұлы. Балалар, бұл берілген сөздерді және өлеңді қайталап оқу арқылы өзіміздің оқу жылдамдығымызды арттыратын боламыз. Сондықтан да балалар, көбірек оқуға тырысайық. Келесі тапсырма, қай суреттерде жіңішкелік белгісі бар? Балалар, мұнда дельфиннің суреті, циркульдің суреті және 6 санының суреті және конькидің суреті берілген екен, иә? Мұнда жіңішкелік белгісі дельфин және коньки деген сөздерде сөздің ортасында кездесіп тұр, иә? Ал циркуль деген сөзде жіңішкелік белгісі сөздің соңында кездесіп тұр. Демек, балалар, жіңішкелік белгісі мен айыру белгісі дыбыс та, әріп та емес, балалар, бұлар таңбалар. Олар сөзді дұрыс айтуға көмектеседі. Мінекей балалар, біз әліппені толық аяқтадық. Сендермен бірге 42 әріппен танысып, әр әріпті оқып, жазып, сөз құрауды үйрендік, балалар. Бұл үлкен еңбек пен табандылықтың нәтижесі. Енді сендер сауатты оқып, дұрыс жаза алатын оқушы болдыңдар. Алда бізді жаңа қызықты сабақтар күтіп тұр. Екінші жартыжылдықта ана тілі пәнінде қайта қауышамыз. Жаңа мәтіндер оқып, әңгіме құрап, білімімізді одан әрі дамытамыз. Балалар, егер де каналға тіркелмеген болсаңдар, каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Білім жолындағы жаңа сапарда кездескенше сау болыңдар.